Түркістан облысында жаңадан бой көтерген тұрғын үйлердің қатары артып келеді. Соның бірі Мақтаарал ауданы Жаңажол ауылы. Фирдауси елді мекенінде бүгінде 150 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Мердігер мекеме жұмыста ағымдағы жылдың мамыр айында бастап, желтоқсан айында аяқтауды жоспарлап отыр. Қазіргі уақытта Building Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан бой көтеріп жатқан үйлердің 70% аяқталып қойған. Қазір мердігер Building Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан 2 пәтерлі 50 тұрғын үй салыну үстінде. Қазіргі таңда 70% жұмыста құрылыс монтаж жұмыстары аяқталып, тапсыру үстінде. Мақтаарал аудандық әкімдігі 2 отбасыға арналған 50 үйді жыл соңында кезекте тұрған отбасыларға табыстайтын болады. Қалған пәтерлер келесі жылға өтпелі. Үйдің толық инфрақұрылымы жүргізіліп, көгалдандыру, қоршау жұмыстары аяқталған соң ел игілігіне пайдалануға берілетін болады. Бұдан өзге ауылдық әкімдік ғимараты да жаңадан бой көтеріп, құрылысы жүргізілген. Қазіргі таңда абаттандыру жұмыстарын жүргізу үстінде, яғни брусчатка, көгалдандыру, тағы да басқа майда-шүйде жұмыстары жаңағыдай өзінің алдағы уақытта айтып кеткендегідей округ болғаннан кейін өзінің техникасы бар. Соған да қосымша қоймай ретінде, навес ретінде солар салу жоспарлануда. Жоспар желтоқсан айының 20-сына дейін бітіріп, әкімшілікті көшіру. Қазіргі уақытта уже мамыр айында бастадық негізі жалпы осы құрылысты. Қазіргі уақытта қарашаның соңына дейін құдай қаласа бітіріп тапсырамыз. Жалпы есіктердің бәрі қойылып, ішін бәрі істеліп, бас жағынан келе жатыр қой. Жалпы басында полный фундамент қойылды, одан кейін өріліп келе жатыр, ана жағынан крышалар жауылып келе жатыр деген сияқты сол кезегімен келе жатыр да. Мердігер Building Group мекемесі бұған дейінде ауданда тұрғын үй құрылысын салумен айналысқан. Өткен жылы кезекте тұрған отбасыларға табыс етілген баспана құрылысын аталмыш мердігер мекеме жүргізіпті. Сапасы жақсы тұрғындарды қуанышқа бөлеген баспана кілтін облыс әкімі арнайы табыс етіп мердігер мекеме басшысына ризашылығын білдірген болатын. Айта кетейік, бүгінгі таңда тұрғын үй кезегіне тұру, баспана алу мәселесінде өзгерістер бар. Қазіргі таңда санатына емес, кез келген 18 жасқа толған азамат үй кезегіне тұруға болады. Бізде Фирдауси елді мекенінде 96 үйдің құрылысы жүргізуде. Ол жаңа мемлекеттік бағдарлама арқылы салынып, жеке кәсіпкерлердің сатып алынады. Біз кезекте тұрған азаматтарға ұсынамыз. Ұсынғанда бізде былай қазір үйдің тізімін отбасы банкке береміз. Отбасы банк SMS жіберу арқылы тұрғындарға хабар береді. Сіз жаңағы осындай үймен қамтылдыңыз деген сияқты SMS жібереді 14-14. 3 күн ішінде SMS-ке жауап беру керек тұрғындар. Егер 3 күнде жауап бермесе, келесі адам ұсынады тұрғын үй алуға. Отбасы банктың сайтына кіріп, келісім бермесе, ол түгендеуге кедергі келтіреді. Сол келісім берген жағдайда ғана түгендеу жұмыстары жүргізіліп, ары қарай ЕГОВқа тіркелген номерлер болу керек, соған 14-14-тен SMS жібереді. Сол үшін мен аудан тұрғындарын жалпы түгендеу жұмыстарына атсалысуға, көмектесуге шақырамын. Сонымен қатар Мақтаарал ауданында 2022 жылдан бері 4 мәдениет үйінің құрылысы аяқталған. Аудан басшысының тікелей қолдауымен Нұрлыбаев ауылдық округі ынталы елді мекенінде 200 орындық мәдениет үйі мен кітапхана құрылысы жүргізілді. Қазіргі таңда мердігер тарапынан құрылыс жұмыстары толықтай аяқталған.